Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Алпамыс Сөкей, және бүгінгі тема просто мощный, датаво қызық тема болмақшы. Сондықтан да осы видеоны до конца көріп, ұнаса міндетті түрде лайк басып және комментарий жазыңыз. Бүгін мен сіздерге мына Қыдырғали Оңғарбаев деген Шардараның тумасы жайлы айтқым келіп тұр. Бұл 94-ші жылғы жігіт. Қазіргі таңда көпшіліктеріңіз білмеуіңіз мүмкін, ал көпшіліктеріңіз дәл бұл жігіттің спортын жақсы көретін жігіттер. Ал бұл кісінің жақсы көретін спорты қол күрес. Қол күресті жақсы білетін, түсінетін, көретін жігіттер біледі. Дәл осы Қыдырғали Оңғарбаев деген жігіт әлем бойынша, достар, Қазақстан, Турция емес, вообще жер сары әлем бойынша ең жеңілмейді деген 10 қол күресшінің қатарына кіреді. Қазір көпшілік айту мүмкін, Алпамыс не болды, сонша мақыл топ 10-ға кірсе кіретін шығар, соншама не істеп қойды деген. Достар, бұл ұтылмайды емес, ұтылатын шеттерде болады. Бірақ білесіздер ме несімен атақты? Бұл жігіт өзінің шыдамдылығымен до конца баратындығымен атақты да. Өйткені бұл жігіт өзіне 50 килограмм, 60 килограмм ауыр жігіттерге қарамай, солармен қол күресіп, ана қол деген жартылай уже жерге жақындап қалған, жеңіледі ау деген жерінен шыдамдылық танытып, до конца барып жеңіп кетіп, кейбіреулерінен жеңілсе де, бірақ кейбіреулерін жеңіп, өзінің сондай шыдамдылығымен до конца баратындығымен әлемді таңғалдырған қол күресшілердің қатарына кіреді. Осылай өзінің шыдамдылығымен, өзінің берілмейтін табандылығымен қазіргі таңда атақты болып жатқан Қыдырғали Оңғарбаев қазіргі таңдағы Түркістан облысы Шардара ауданында 1994 жылы дүниеге келеді. Ең алғаш рет қол күрес залына Оңғарбаев Қыдырғали 10 жасында келеді. Бірақ 10 жасында келді дегеніміз, ол Қыдырғалидің дәл осы спорттан қазірге дейін 10 жасынан бастап тоқтамай қатысты деген сөз емес. 10 жасында барып, кейін тастап кетіп, жұмыс істеп, қарапайым тірлікпен айналысып кетіп, бірақ түбінде дәл осы спорт өзіне арналғандығын түсінген Оңғарбаев қайтадан оралады. Және оның оралғандығы бекер емес болды. Себебі қазіргі таңда Қыдырғали Оңғарбаев 17 жыл бойы ешкімге жеңілмей келген, жалпы осы қол күрестің атасы атанған Джон Бразингті жеңген кісі. Және оны 10 жыл бұрын жеңген жоқ. Осы жақында ғана турнир болды. Сол жерде Джон Бразинг біздің қазақты кәдімгідей мықтылығын мойындады. Осы Қыдырғалидің арқасында не только Қыдырғали өзінің атағы шыққан жоқ, сонымен қатар Шардараның да атағы шықты. Атағы шыққанда осы жерде Қыдырғали шығыпты деген емес. Жалпы біреулеріңіз білуіңіз мүмкін, бірақ көпшілігіңіз білмеуіңіз мүмкін. Енді біліп жүріңіз. Біздің Қазақстанда, Түркістан облысында орналасқан Шардара ауданында жалпы әлем бойынша ең үлкен қол күрес залы бар. Тіпті осы залға көптеген осы қол күресті зерттеушілер келіп, көрейікші ол қандай зал деп ішіне кірген кезде, ана кішкентай балалардың жаттығып жатқан көріп шошып кеткен ғой. Ана балалар датау қазақтың кішкентай кезінен бастап, оның уже бала кішкентай кезінен бастап көрінеді, қандай мықты ма, мықты емес па, уже мойындап тастаған ғой. Мына балалардан болашақта егер дәл осылай дайындалатын болса, масқара көп қол күрестен чемпиондар шығатындығы. Негізі дәл қазіргі таңда Қазақстан үшін қазір емес, мүмкін кейін айтылатын шығар, бірақ дәл қазір тарихи жағдай болып жатыр да. Потому что дәл қазіргі таңда East on West деген Америкада өтетін ең мықты әлем бойынша топ 10 қол күресші бір-бірімен қол күресіп жатыр. Соның қатарында біздің осы Қыдырғали Оңғарбаев бар. Түсінесіз ба? Өйткені шетелдіктер бүкіл әлем мойындап, дәл осы біздің қазақтың 94 жылғы жігітін ерекше қошеметпен
ілтипатпен қарсы алады. Сондықтан да қазір мүмкін мойындалмаса да уақыт өте келе арадан бір талай жыл өтіп, ертең ана біздің марқұм Үшкемпіров атамыз сияқты ол кісі күресті танытты дейтін болса, мына Қыдырғали Оңғарбаевты қол күресті Қазақстанның атынан алып шыққан ең алғашқылардың бірі дейтін болса, мен таңғалмаймын. Сондықтан да достар, осындай қазіргі таңда жайлап ақырын күнделікті өзінің тренировкаларымен тарихи жағдайды жасап жүрген қазақтың мықты, жігерлі осындай жігіттерін қолдап, қолпаштап жүрейік, айтып жүрейік. Осындай Қыдырғали деген жігіт бар, қол күрестен любойын айырып жүр қазір таңда деп. Сондықтан да дәл осы видеоға барынша лайк басып, және комментарийге Қыдырғали туралы ма, жалпы осы қол күрес туралы ма өз пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Және де алдағы уақытта кім туралы видео түсірем, оны да жазып кетіңіз. Және тіркелуді ұмытпаңыз.